Сонымен кек алушылар Доктор Дум бізге не дайындап отыр? Трейлер X адамдарының мектебінен басталады. Біз терезе алдында тұрған профессор X'ті көреміз. Ол аспандағы орасан зор энергияның жарылуын, яғни вторженияны бақылап тұр. Оның бірдеңе келе жатыр, біз оны тоқтата алмайтын сияқтымыз деген сөздері бүкіл мультиғаламның тағдыры қыл үстінде екенін аңғартады. Және ең күткен сәт, экранда маскасыз Доктор Дум пайда болады. Роберт Дауни кішінің дауысы біз білетін Тони Старктың дауысына мүлдем ұқсамайды. Ол салқын, өктем және нағыз латвериялық акцентпен сөйлейді. Оның бұл күн аяқталғанға дейін бізге ойға сыйымсыз шешім қабылдауға тура келеді деген сөзі трейлердің ең қауіпті сәті болды. Трейлерде біз алғаш рет фантастикалық төрттіктің жаңа кек алушыларымен кездескенін көреміз. Ортада Тор, ол Думды біз бұрын соңды кездестірмеген ең үлкен қауіп деп атап, барлық қаһармандарды бірігуге шақырады. Бұл жолы тек жер бетіндегілер емес, Атлантида патшасы Немрді іске кіріседі. Трейлерде Немрдің мұхитты Мұса пайғамбар сияқты екіге қақ жарып жатқан эпикалық кадры бар. Мультиғаламның соқтығысуы батырлар арасындағы түсініспеушілікке де әкелетін сияқты. Трейлерде біз Шанчи мен Гамбиттің нағыз жекпе-жегін көреміз. Сонымен қатар Мистиктің Елена Беловаға айналып, нағыз Еленамен төбелесіп жатқан сахнасы көрсетілді. Экшн мен интриганың шегі жоқ. Трейлердің ең шок сахналарының бірі Тор өзінің громобойымен Думға шабуыл жасайды. Бірақ Виктор фон Дум оны бір ғана қолдың қимылымен тоқтата салады. Бұл Доктор Думның күші құдайлардың күшінен де жоғары екенін көрсететін сәт. Ал трейлердің ең соңында Тор мүлдем күтпеген адамды көреді. Ол ұзын шашты, сақалды және мұңды Стив Роджерс. Тор оның тірі екеніне сенбей тұрғанда Капитан Америка қолын созады және Тордың алдындағы Мьёльнир ұшып шығып тікелей Стивтің қолына қонады. Аңызға айналған дуэт қайта оралды. Трейлер соңында Джонни Штормның көзіне жас алып, біреуді құшақтап тұрған кадры бізді алда өте ауыр өлімдер мен трагедиялар күтіп тұрғанын білдіреді. Марвел бұл жолы финалдан да ауқымдырақ, қараңғырақ әрі эмоционалды дүние дайындаған сияқты.